Сабағымызда әдеттегідей Қазақстан Республикасының гимнен бастаймыз. Алтын аспаны, алтын даласы, ерліктің дастаны, елге қарашы. Бұрын бірінші сәлемдесуден бастайық. Бір командада 4 студент отыр, иықтас серіктесімен отырсын, бетпе-бет серіктесімен отырсын. Сондықтан қазір ең алғаш иықтас серіктесіңізбен амандасыңыз. Өзіңіздің серіктестеріңізге әр тапсырманы орындағанына қарай баға қойып отырасыздар. Сабақтың соңында толық бағаның нәтижесін шығарып, маған өткізесіздер. Енді үй тапсырмасын сұрау мақсатында State of Touchdown әдісін қолдана отырып, сіздерден мен қазір бірнеше сұрақ қоямыз. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті жазушысы, ағартушысы, педагог, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Тамаша, өте дұрыс. Келесі сұрақ. Ыбырай Алтынсариннің әкесі қатыгез, өте бай адам болған. Өте дұрыс. Әсемай, айтайықшы, неге? Тұрмадыңыздар? Өйткені Ыбырай Алтынсариннің әкесі қарапайым шаруа адам болды. Тамаша, өте дұрыс. Келесі сұрақ. Ыбырай Алтынсариннің шын есімі Ибрахим. Өте дұрыс, тамаша. Тақтаға назар аударыңыздар. Мен тақтада бірнеше суреттерді шығарып қойдым. Осы суреттер арқылы бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызға болжам жасап көрейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің Ағынтай жомарт әңгімесі. Ағынтай жомарт әңгімесінде кездесетін жаңа сөздерді дәптерімізге көшіріп жазып алайық. Ағынтай жомарт өзі есепсіз бай болды. Күн сайын бір мезгіл үстіне ескі-құсқы киімге бір күнгесіп, шауып жұмыс қылады екен. Тапсырмаға назар аударыңыздар. Тыңдалған әңгімені мазмұндап, пікір алмасыңыздар. Жазылым тапсырмасы бұл бізде симултейн работа деп аталады, яғни бұл жерде командадағы 4 студент өз бетінше жұмыс жасайды. Ол қандай 4 түрлі себепті айтқан еді? Бірінші себепке кім тоқталады балалар? Әсемай. Бірінші себепте ол айтқан, мен өз байлығыма сеніп, басқа кедей адамдарға қарамай кетемін деп қорқамын. Тамаша, өте жақсы. Екінші себепке кім тоқталады? Елби? Екінші себеп, мен жұмыс істесем, маған қарап үлгісін алсын. Яғни мен жұмыс істесем, маған басқалар қарап үлгі алар ма деп, яғни ойлаған болатын. Жомарттық немесе сараңдық сөздерін жазып олай түсінесіңдер, бір өздеріңізбен пікір алмасыңыз. Сараңдық деген сөзді қалай түсіндіңіз? Бұл адамның басқа адамдарға көмектескісі келмейтін қыз. Қазір бүгінгі әуен қосылады, сол әуен арқылы жұптасамыз және тапсырмаларды орындаймыз. Ойларыңыз, ұсыныстарыңыз, идеяларыңыз бар, стикерлерге жазып, мында келіп